Атадан қалған ақыл сөз. Бақыт қайдан келесің? Сыйламаған көршісін, ұрыспен алған еншісін, сұмдардан қашып келемін. Бақыт қайда барасың? Соғысқа құмар ойы жоқ, ұлан асыр тойы көп, бейбіт елге барамын. Бақыт қайда барасың? Ата-анасын сыйлаған, ұйымшылдық ойлаған, тату жанға барамын. Қабылиса жырау. Менің аңсаған, ақ бұғаудан боқаған, отты болсын отағың Таудан биік секілденіп талғамың, ардан биік секілденіп арманың, пенделікпен ұмытасың тәубеңді, сынағына шыдай алмай Алланың. Ай мен күнге өптіргім кеп шекеңді, көлгірсейсің көрмедім деп шетелді. Тәубеңе кел, шетел түгіл зағиптар, көр алмайды өзі туған мекенді. Тәубеңе кел, пенде болсаң есі бар, сабырсыздар қадірсіз боп тосылар. Дүниеге қолың жетпей қалғанда, қос қолы жоқ пенделерді есің ал. Бақыт мәңгі тұрсын десең басыңда, қанағат қыл, ашуланба, тасынба. Көлігім жоқ деп ренжуің бекерлік, аяғы жоқ адамдардың қасында. Әркім айтқан құлақ тұрып пікірге, бой ұрасын бейберекет күпірге. Тау мен тасқа соға бермей басыңды, аман есен жүргеніңе шүкір де. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Арнадарың жақсылықпенен, дендерің сау болып, бастарың аман болып, осы хабарды бастап отырған азаматтар меніңше бір әділеттілікті, шындықты айтуға ұмтылған азаматтар деп өзім жобалап отырмын. Қазағымыздың еліндегі дін жақсарып, мынау миссионерлер деген неше түрлі дінді уағыздап келіп жатқан келімсектер, міне солардың көзі жойылар еді. Сондықтан арнадарыңа Алла жар болсын деймін. Өйткені Алла жар болса, барлық ойлағандарың орнына келіп, дендерің сау болып, елімізге жақсы қызмет етіп, жастарға дінді дұрыс насихаттайсыңдар деп ойлаймын.